Шаш түсу проблемасы болса, егер сіздерде мен сияқты үнемі шаштарыңыз түсіп жүретін болса, мен сіздерге өзімнің былтырғы фотомды көрсетейін. Былтыр менің осы уақытта шашым мына жерге дейін болған. Қарап қойыңыздар. Бұл видеоны салғаннан кейін бар шашың немене аппақ деп айтатын шығар, иә? Не істейміз? Менің 1 жылда өскен шашым. Мен 1 жылда күміс ионды шампунь мен мынау алтын ионды шампунь Whip International компаниясының осы өнімдерін қолдандым. Қаңтар айынан бастап қазіргі кезге дейін әлі қолданып келе жатырмын. Және де шашым қалыңдады, структурасы қатайды, және берік бола бастады. Шашым түспейді бұрынғыдай, шашылып жерде жатпайды. Мен бұрын шашымды үйде буып жүре алмайтынмын, қазір спокойно осылай жіберіп те жүре аламын. 1 жылда әйел адамның шашы 12-10 сантиметрге өседі. Неше сантиметрге 1 жылда өскенімді көріңіздер. Міне мынау қазір көрсетемін сіздерге. Міне 12 сантиметр осы. Қазір шашымды өлшеймін. Міне примерно осы жерге дейін шашым болса, міне қазір өлшейміз. Так, міне осынша өскен. Қараңыздар, қанша сантиметр екенін қазір қараймыз. 22 сантиметр көрсетіп тұр, примерно 20 дейік. Егер шашыңыздың қатайып, берік болып, мықты болып, оның структурасынан қатайғанын, шаштың структурасынан қалыңдағанын қаласаңыз, және қайызғақ болса сізде проблема, және сізде шашыңыз өте жұқа түсе беретін болса, босанғаннан кейінгі менің мына жақтағы шаштарым барлығы түсіп қалған, алдыңғы жағындағы барлық шаштар түсіп қалған болатын. Енді міне қайтадан шаштар өсіп келе жатыр. Қарасаңыздар, міне әлі қысқа шаштар өте көп өсіп келе жатыр. Сондықтан осындай шампуньді алуға сіздерге кеңес беремін. Күміс ионды шампунь және алтын ионды шампунь тапсырыс беріп чекеге жазсаңыздар болады. Кстати, ертең шашымды бояуға барайын деп жатырмын. Полностью міне имидж, міне шашым өсіп жатқан шаштар көріп тұрсыздар.